Мен сіздерге бір керемет мысалды түсіндірейін деп отырмын. Қараңыздар. Дұға жасаудағы нақтылықты түсіндіргім келіп отыр. Мына оқиғаны естіген кезде, субханалла, мен көзіме жас алғанмын. Хусейни дейтін адам болған. Қазір Google-ға жазатын болсаңыздар, ол кісінің оқиғасы болады. Бұл болған оқиға, жақын аралықта болған оқиға. Жолынан қалдырған ғажайып дұға. Ол дұғаны кім жасады? Пәкістанда болған оқиға. Бір кісі болған екен, осы Пәкістандағы Ишан Хусейн дейтін хирург болған. Ол еңбек ері дейтін, ерен еңбегі үшін дейтін марапатпен марапатталатын болады да, үлкен конференцияға жолға шығайын деп жатады. Жолға шығайын деп ұшаққа отырған кезде ауа райының өзгеруіне байланысты ұшақ 16 сағатқа кешігеді ғой. Сөйтеді да әуежайдың қызметкерлері ол кісіге сіздің баратын жеріңіз 6 сағаттық жер, такси жалдайтын болсаңыз бара аласыз дейді. Ол ұшақтан қап кетті, сөйтеді да такси жалдайды. Такси жалдап жолға шығып бара жатқан кездері жаңағы ауа райы бұзылды деді ғой. Ауа райы бұзылды, жаңбыр болады, машинелерімен адасады, сөйтіп бұзылады, үйтіп бір елсіз, желсіз жердегі бір жерге тоқтайды. Машине жолда қалды, енді не істеймін деп қараса, бір жақындау бір жерде жалғыз үй тұр дейді. Сет те ұстамайды, телефон да істемейді. Сөйтіп әлгі үйге барып кіреді, маған телефон беріңізші, мен тез байланысқа шығуым керек, менің телефоным істемей қалды дейді. Әлгі кемпір екен дейді, қарт кісі дейді. Айналайын-ау, бұл жерде телефон тұрмақ, сет те ұстамайды, свет те жоқ дейді. Шаммен отыр екен сөйтсе. Сен оданда дейді, сен оданда шаршағыптың, қажыптың, ашуланып тұрсың, отыр, мен саған ыстық шай, ыстық тамақ дайындайын, бір тынығып ал, сосын болған жайтты маған айтасың дейді. Сөйтіп шайын қоя, тамағын жасайды, ішіп болып жатқан кезде әлгі апамыз намаз оқиды, намазда ұзақ дұға жасайды да, ол әлгі қыз қарап отыр. Дұға жасап болғаннан кейін бір қолымен бесікті тербете бастайды. Әлгі кісі: апай, қандай уайымыңыз бар? Ұзақ дұға жасадыңыз ғой дейді. Әлгі бала бесікті қимылсыз жатыр екен. Ей, мен бейбақ дейді. Келіні де, баласы да дүниеден озған, мына ауру баламен жалғыз қалған кемпірмін ғой дейді. Ол балаға не болды дейді? Ол бала жетім дейді, менің немерем дейді. Әкесі де, шешесі де дүниеден өтіп кетті, ауырып, қатты ауырып. Мына балада соқ жатыр дейді. Ана дәрігерге, жақын маңдағы мына дәрігерге көрсеттім. Алысқа апаруға шамам жоқ. Енді бұны емдейтін бір-ақ адам бар екен. Ол Ишан Хусейни дейтін ғалым дәрігер бар екен. Емдесе сол ғана емдей алады екен. Мен сол ғана емдейтін мүмкіндік берші деп Құдайыма жалынам күнде дейді. Сол дәрігер емдемесе емдейтін адам жоқ. Ол алыста тұрады екен. Оған қаражатында, уақытында жоқ. Я Аллам, сол дәрігер менің баламды емдеп берсінші, соның емдеуіне маған мүмкіндік берші деп мен әр намазымда әрқашан дұға жасаймын. Менің Алладан басқа жәрдемшім жоқ, дұғадан басқа қорғаушым жоқ деп дұға жасаймын деген кезде әлгі дәрігер егіліп жылайды ғой, жылайды. Сөйтсе, әлгі емдей алады деп дұғасына қосып жатқан дәрігер үйінде отыр ғой. Сол үйінде адасып, әуежайда адасқан дәрігер үйінде отыр ғой, сол әбішенің үйінде. Ишан Хусейни дейтін әлгі дәрігер апаның үйінде тұрады, егіліп тұрып жылайды да: апатайым дейді, сіздің сол дұғаңыз дейді, мені ұшақтан қалдырды дейді, таксиге отырғызып дейді, жолда жаңбырда адастырып дейді, елсіз жерсіз жердегі телефонның сет ұстамайтын, свет жоқ жердегі сіздің үйіңізге алып келді ғой, апатай, қараңызшы балаңызды, не болды, мен емдеймін дейді ғой. Свет ұстамайтын, свет жанбайтын, сет жоқ жердегі апамның дұғасының себебінен дәрігерді үйіне алып келіп тұр ғой Аллах тағала. Әр түрлі себептермен. Апам не істеді? Мен не дедім жаңа? Міне, дұға жасаудың шарттарындағы нақтылық. Апам не деп дұға жасады? Я Рабби, мен көрсеттім жан-жағымдағы адамдарға. Бұл баланы емдесе Ишан Хусейни дейтін дәрігер ғана емдей алады екен. Раббым соның емдеуіне мүмкіндік берші деп дұға жасады. Алла әлгі дәрігерді үйіне алып келді. Міне, дұға жасаудағы нақтылық дегеніміз осы, дәл осылай жасау керек.